Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен бақытты отбасы орталығын барлық аудандарда ашу қолға алынды. Өткен жылы орталықтардың қызметін жүзеге асыруға жергілікті бюджеттен 191 миллионнан астам теңге бөлінді. Мақсат тұрмысы төмен отбасылардың әл-ауқатын көтеру. Қазірдің өзінде орталықта 33 мыңнан астам тұрғын тіркелген. 54 мың адамға ақпараттық кеңес, ресурстық қолдау көрсетіліп, 29 мыңнан астамына құқықтық көмек жасалды. Бақытты отбасы аясында әр ауданда іскер ана және бастау бизнес бағдарламасы жұмыс істейді. Бір ғана жоба арқылы 82 әйел грант иеленіп, олардың 57-сі өз кәсібін ашты. Біз бірінші бақытты отбасына келдік. Сол бизнес бастауды оқыдық. Алты уақытта кішкене цех ашып, арманымыз осындай тігінмен айналыссақ дейміз. Орталық ашылғалы көп балалы және аз қамтылған отбасы мүшелері кеңес алған. 710 бала білім беру курсынан өтті. Барлығы 80 бизнес жоба құрылып, 55 іске асқан. Аталған орталық 2000-нан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек алуына жәрдемдескен. Асыраушысынан айырылған және мүгедектікке душар болған 15 мың отбасына құжаттар рәсімделді. Жалпы өткен жылы көп балалы және аз қамтылған отбасыларды жұмысқа орналастыру және өз бизнесін дамыту мақсатында Әуезов ауданында 4 сауда нүктесі ашылды. Ал Түрксіб ауданында іскер ана сауда үйі қолданысқа берілді.